Сәлем достар, археологиялық қазылмалар өткен ғасырдағы көптеген сұрақтарға жауап табуға көмек береді. Алайда кейбір табылмалар жұмбақ күйінде қалады. Бүгін біз сіздерге әлі күнге дейін жауабы табылмаған қазылмаларды көрсететін боламыз. Ендеше видеоны бастаймыз. 1974 жылдың март айында қытайлық диқандар құдық қазу кезінде балшықтан жасалған жауынгерлерге тап болады. Кейінірек бұндай фигуралардан 9000 екендігі анықталады және әрбірі 135 килограммнан еді. Бұл табылманы терракотта армиясы деп атады. Әскерлер Қытайдың бірінші императоры Син Шу Хуандимен бірге біздің дәуірден алдын 3-ші жүзжылдықтың басында көмілген. Дехлиннің ортасында шамамен 1600 жыл алдын орнатылған колонна бар. Ол толық темірден жасалған, алайда оның үстінде бірде-бір тот жоқ. Әлі күнге дейін колоннаны тот баспағаны жұмбақ күйде қалуда. Атанамо гуманоиды бар болғаны 15 сантиметрлік мумия. ДНК зерттеуі мумияны өте аз мутацияға ұшыраған әйел жынысқа тиесілі екендігін анықтады. Мумияның жасы онша үлкен емес. Зерттеулер кезінде шамамен 40 жыл айналасында болды. Кавказ тауларында Гитлер Германиясы дәуірінде қалыптасқан махи оккулизм тобы Анненербе белгісі түсірілген сандық тапты. Ішінен бір түрлі бас сүйектері шықты. Ғалымдар әлі күнге дейін оның қайсы жаратылысқа тиесілі екендігін біле алмауда. Вуйчич манускриптері бұл суреттермен жасалған, бейтаныс тілде бейтаныс әріптердің көмегімен жазылған қолжазба. Ғалымдар 100 жылдар жалғасында жазуды оқуға әрекет жасады, алайда әзіргі күнге дейін бұны ешкім оқи алмады. Бұл тарихи көріністегі медициналық ақпарат деп есептелінеді. 2015 жылы Мичигандық фермер жерде бейтаныс нәрсені көрді. Қазуды бастағаннан кейін оны бір өзі қазып ала алмайтынын түсінді және көмекке мамандарды шақырды. Экскаваторлар көмегімен жер астынан жұмбақ мамонт сүйегі шығарылып алынды. Шамамен ол жер жүзінде біздің заманымыздан бұрын 15000 жыл бұрын өмір сүрген. Мұна бір тастардың жасы шамамен 7000 жылға тең. Ғалымдардың айтуынша бұрынғы адамдар тастар көмегімен ғарышқа шықпақшы болған. Немесе бұлар күнтізбе сияқты бірдеңе болуы мүмкін. Мынандай да аңыз бар. Бұл тасқа айналған Рим армиясы әскерлері болуы да мүмкін. 2020 жыл Мысырдағы қазылма кезінде археологтар жер астынан қолтырауын мумиясын тапты. Қазылма кезінде бұл жер өзіне тән қолтырауындар зираты екендігі анықталды. Бұл жерде 11 қолтырауын мумиясы шыққан. Олар шамамен 2,5 жыл жер астында жатқан. Оларды кім не үшін мумиялағаны әлі күнге дейін беймәлім. Тай археологтары Бангкок жақында үлкен жануар қалдықтарын тапты. Бас сүйегінің өзі 3 метр еді, скелет 12 метр. Бұл планетамызда 5000 жыл бұрын өмір сүрген британ киті болуы мүмкін деп болжануда. Линнер кубығы ұзақ 4-ші ғасырда адамдар электр энергиясынан пайдаланудан біраз алдын жасалған. Ол жарық көзіне қарай түсін түгелдей өзгертеді. Түсіп тұрған жарыққа қарай ыдыс тоқ қызыл түске енеді. Бұндай эффектті 4-ші ғасырда адамдар қалай жасағаны әлі күнге беймәлім. Кап-2 екі басы құпиялы гиганттың мумиясы. Ол 17-ші ғасырда испан басқыншылары кезінде қолға кіртілген. Бойы 3,5 метр болған. Бұл гигантизмнан зардап шеккен Сиам егіздері деп болжануда. Қашуға әрекет жасаған гигантты өлтірген және оны мумиялаған. Қытайдағы ауылдардың бірінде ұзындығы 18 метрлік айдаһар скелеті табылған. Айдаһарлар шынымен бар сияқты. Ғалымдар бұл шынайы сүйек екендігіне күмәнмен қараған және бұл туралы ресми ақпараттар жоқ. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарында Жапонияның Юнагуни аралы бойларында Юнагуни пирамидасы деп аталған жер асты тас бөлшектері табылған. Оны әлі күнге дейін кім жасағаны туралы бәсекелер жүреді. Оны адамдар жасаған ба, немесе табиғаттың жаратылысы ма?
Гигант кодекс бұл орта ғасырдағы монахтардың ірі қолжазбасы. Оның жасалуына 160 арыстанның терісі кеткен. Аңыздар бойынша бұл жазбалар бір күнде бір монах жазып, оны қабырға арасына бастырмақшы болған. Ол бір күнде бүткіл адамдардың білімін жинауға уәде берген және көмекке нақ шайтанның өзін шақырғанмыз. Тағы бір фермер тас көрінісіндегі динозавр жұмыртқасына ұқсас табылмаға тап болған. Алайда ғалымдар бұның не екендігіне әлі күнге дейін анықтық кіргізбеген. Достар, видео осымен аяғына жетті. Видео ұнаған болса, арнаға жазылып, қоңырауша түймешесін басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған Баян TZ арнасы.